Қазақстанның электронды үкіметі Біріккен ұлттар ұйымының әлемдік рейтингінде 24-ші орынға шықты. Бұл туралы біздің арнаға сала министрі Жасұлан Мәдиев Zoom арқылы хабарлады. Жалпы, мұнда іріктеу 2 жылда бір рет өтеді, онда 193 ел бағаланады. Электронды қызметтердің дамуы, адам капиталы мен телекоммуникациялық инфрақұрылым секілді талаптар ескерілетіні анық. Осылайша Қазақстан Израильден кейінгі сатыға жайғасып, өте жоғары AGD көрсеткіші бар мемлекеттер тобына енді. Бізден кейін Уругвай, Швейцария, Түркия, Франция, Қытай және Канада тұрақтаған. Ал онлайн қызметтер нәтижесіне сәйкес оңтүстік Корея, Дания және Эстониямен қатар тұр. Айта кету керек, Қазақстан цифрлық инфрақұрылымға инвестиция салып, жасанды интеллект, блокчейн және озық технологияларды енгізуде өте белсенді. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметтердің 90% онлайн нұсқада қолжетімді. Сондықтан рейтингті лайық деп айтқым келеді. Ал ТМД аумағын алсақ, біз көш басында тұрмыз. Бұл елдегі цифрлық трансформация саласының айтарлықтай ілгерілегенінің дәлелі. Сондай-ақ азаматтардың цифрлық сауатында көрсеткіші деп білем.